Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін өте дәмді тауық аяқтарын дайындайтын боламыз. Міндетті түрде осы маринадты пайдаланып жасап көріңіздер. Маринадты дайындаймыз. Алдымен тұз, қара бұрыш, 2 ас қасық томат пастасы немесе кетчуп, соя тұздығын және майонез саламыз. Одан кейін чеснокты салатын боламыз. Чеснокты барынша молырақ етіп салыңыздар. Егерде тауық аяқтары кішкене острый болғанын қаласаңыздар, қызыл бұрыш немесе чили салсаңыздар, маринад кішкене острый болып шығатын болады. Мен балаға жасап жатқаннан кейін қызыл бұрыш, чили дегендерді пайдаланған жоқпын. Әбден араластырып, 2 сағатқа бетін жауып қалдыратын боламыз. Немесе кешкісін жасап, холодильникке түнге қалдырсаңыздар да болады. Мінекей бізде тауық аяқтары толықтай маринадталды. 2 сағаттан астам ұстадым. Одан кейін үстіне сұйық май және мьотты салып араластыратын боламыз. «200 градус қызып тұрған пеште толықтай пісіріп алатын боламыз. Шамамен 1 сағаттай уақытта піседі. Каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Және арнамда қандай рецепт көргілеріңіз келеді, комментарийға қалдырып кетсеңіздер, міндетті түрде жасап салып қоятын боламын.